Мен Қарағанды облысы білім басқармасы Шет ауданы білім бөлімі Әлихан Негіз орта мектебінің тарих пәні мұғалімі Нұрмағамбетов Айдос Елубаевичпін. Мен сіздерге тәжірибе тарату мақсатында авторлық бағдарламамды ұсынғым келіп отыр. Авторлық бағдарлама тақырыбы ПБЛ жобалау технологиясы арқылы тарих пәні бойынша оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін арттыру. Түсініктеме хат. Қазіргі заманғы білім беру жүйесінде оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін дамыту маңызды бағыттардың бірі болып табылады. Білім алушылардың белсенді ойлау дағдыларын қалыптастыру, тарихи деректерді талдау, сын тұрғысынан ойлау және өзіндік қорытынды жасау қабілеттерін дамыту тарих пәнінің негізгі міндеттерінің бірі. Бұл мақсатқа жету үшін білім беру үдерісіне инновациялық әдістерді қолдану қажет. Олардың ішінде Project Based Learning немесе ПБЛ технологиясы ерекше орын алады. ПБЛ технологиясы оқушыларға белгілі бір мәселеге қатысты жобалық зерттеулер жүргізу мүмкіндігін береді. Бұл әдіс арқылы оқушылар теориялық білімді тәжірибемен ұштастырып, тарихи оқиғалар мен құбылыстарды жан-жақты зерттеуге, тарихи құжаттармен жұмыс істеуге, фактілерді салыстыруға және өзіндік ой тұжырымдауға үйренеді. Сонымен қатар зерттеу жүргізу барысында оқушылар шығармашылық дағдыларын дамытады, топтық жұмыстарда белсенділік танытады және өзара пікір алмасу арқылы аналитикалық ойлау қабілеттерін шыңдайды. Тарих пәнін оқытуда ПБЛ технологиясын қолдану тек оқушылардың зерттеушілік қабілетін ғана емес, сонымен қатар олардың жеке тұлғалық дамуын, жауапкершілігін, өз бетімен білім алу дағдыларын жетілдіреді. Сол тұрғыдан алғанда, аталған әдістің маңыздылығы қазіргі заманғы білім беру талаптарына сәйкес келеді. ПБЛ жобалау технологиясын қолдану арқылы тарих пәні бойынша оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін арттыру, сыни ойлау дағдыларын қалыптастыру және тарихи деректерді жан-жақты талдау қабілеттерін жетілдіру. Міндеттері: оқушылардың тарих пәніне деген қызығушылығын арттыру, тарихи құжаттармен жұмыс істеу дағдыларын дамыту, зерттеу жүргізу әдістерін меңгеруге үйрету және тағы да басқалары. Өзектілігі: ПБЛ технологиясы оқушыларды белсенді зерттеушіге айналдырып, олардың академиялық жетістіктерін арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл болашақ мамандықтары мен өмірлік тәжірибелеріне қажет қабілеттерді дамытуға көмектеседі. Жаңашылдығы: ПБЛ технологиясын тарих пәніне енгізу оқыту үдерістеріне жаңа тәсілдерді енгізуге мүмкіндік береді. Бұл әдістің ерекшелігі оқушыларға дәстүрлі пассивті тыңдаушы емес, белсенді зерттеуші рөлін беріп, олардың шығармашылық және аналитикалық ойлау дамытуға жағдай жасауында. Күтілетін нәтиже: оқушылардың тарих пәніне деген қызығушылығы артады, зерттеушілік қабілеттер мен аналитикалық ойлау дағдылары дамиды, тарихи деректермен жұмыс істеу және оларды салыстыру қабілеті жетіледі. Сонымен қатар тағы басқа мәселелер. Екінші құрылым: тұрақтылау мазмұндық бөлім. Оқу пәнінің құрылымы мен мазмұны барынша толық және нақты бейнеленген бағдарламалардан тұрады. Бағдарламалардың бұл бөлімін негізгі нақты пәнді мазмұндық құрылымы мен теориялық аспектісін таңдау болып табылады. Оқу пәнінің мазмұнын тұрақтылау, бағдарлау нақты бағдарламаның түсінік хатында көрсетілген барлық мақсат пен міндеттерді жүзеге асыру бойынша жазылған. ПБЛ әдісімен танысу. Мазмұны: ПБЛ әдісінің мәні мен ерекшеліктері. Зерттеу тақырыбын таңдау. Мазмұны: тақырып таңдау критерийлері, өзектілігі, қызығушылығы, зерттеу мүмкіндігі, тағы басқалары. Зерттеу сұрақтарын құрастыру. Мазмұны: жақсы зерттеу сұрағының ерекшеліктері, нақты, түсінікті, зерттеуге қолайлы. Негізгі және қосымша зерттеу сұрақтарын анықтау және тағы басқалары. Мазмұны:
Ақпарат көздерінің түрлері: бастапқы деректер, екінші деректер, ғаламтор көздері, кітаптар, мақалалар, мұрағат материалдары. Ақпаратты жүйелеу мазмұны: жинақталған деректерді топтастыру және оларды категорияларға бөлу, деректерді салыстыру және олардан негізгі ойларды шығару. Гипотеза ұсыну мазмұны: гипотезаның анықтамасы және оның ғылыми зерттеудегі рөлі. Жинақталған деректерге негізделіп болжам жасау. Әдістерін таңдау мазмұны: зерттеу әдістерінің түрлері, сауалнама, сұхбат, бақылау, құжаттарды талдау, тәжірибе жасау. Әр әдістің артықшылықтары мен кемшіліктері. Жинақталған деректерді талдау мазмұны: деректерді талдау әдістері, салыстыру, жүйелеу, қорытынды жасау, ақпараттардың өзара байланысын анықтау және гипотезаны тексеру. Далалық зерттеу: далалық зерттеудің мәні және оның ерекшеліктері. Тарихи орындарда, мұрағаттарда немесе кітапханаларда зерттеу жүргізу. Қорытынды жасау: зерттеу нәтижелерін қорытып, негізгі тұжырымдамаларды шығару. Гипотезаның дәлелденгенін немесе жоққа шығарғанын анықтау. Жүйелеу мазмұны: зерттеу нәтижелерін логикалық жүйеге келтіру, қорытынды мен дәлелдерді жүйелеп реттеу. Жоба мазмұнын дайындау мазмұны: жоба мазмұнын жоспарлау және құрылымын анықтау. Презентация дайындау мазмұны: презентацияның құрылымы, кіріспе, негізгі мазмұн, қорытынды, негізгі ойларды қысқаша және нақты жеткізу. Көрнекілік құралдарын: слайд, график, бейнематериалдарды пайдалану. Сөйлеу мәнері мен аудиториямен байланыс орнату. Презентацияны жаттығу арқылы дайындық. Күнтізбелік тақырыптық жоспар: 7 сыныпқа арналған, аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағатқа бөлінген. Қысқаша түсініктеме жүргізсек. Тақырып: ПБЛ әдісімен танысу, зерттеу тақырыбын таңдау, зерттеу сұрақтарын құрастыру, ақпарат көздерін іздеу, ақпаратты жүйелеу, гипотезаны ұсыну, зерттеу әдістерін таңдау, далалық зерттеу, жинақталған деректерді талдау, қорытынды жасау, нәтижелерді жүйелеу, жоба мазмұнын дайындау, презентация дайындау, жобаны қорғау, пікірталас және талқылау, рефлексия және бағалау, және де соңғы сабақ қорытынды сабақ. Барлығы 34 сабақ.